Жадыра Шамуратова, Сағыныш, новелла. Ескі вагон арасында сықырлаған дыбыс шығарып, бөңкі бала жөнелгендей мінез танытса, үстел үстіндегі суып қалған шайқалып төгіле жаздайды. Станциялар мен ауылдар көзге жиі шалынып, шоқ-шоқ болып өскен ағаштардың да қарас көбейіп келеді. Аспанды бұлт торлай бастағанда, ертеңде екі тізем бастырмай, сырқырап шығатын болдау деп уайым етті. Күз келгенде қайда барасыз? Сіздің жасыңызда алыс сапарға шығу оңай емес. Ол кісіні өмір бойы іздеумен келесіз ғой. Тірі болса, әлде қашан табар едіңіз. Енді жаныңызды күтіп отырсаңызшы. Деген қызының сөзін ойын алды. Іздесем өз бауырым, сенен ақша сұрадым ба? Болмаса ерігіп жүрмекем? Деп кілтете қалған. Енді келіп, мұның көңілін қимай жолға бірге шыққан қызын аяп келеді. Өзіне қызы болғанымен, ол да 3 немеренің әжесі. Жасы еңкейгенде туған жерді бір көріп, топырағына табан тигізсе, батпандай салмағы білінер жүкті көтеріп жүрген кәрі жүрегі содан бір жеңілдік табатындай көреді. Сол өзі туған үйдің орнын бір көрсе, таныр ма екен? Өмір бойғы іздеген туған бауырын таппаса да, сол өзі өскен ауланы бір көрудің өзі айтып тілмен жеткізе алмас сезімге бөлерін іші сезеді. Дәл осы отырысында жайбырақат, сабырлы көрінгенімен, бүкіл ішкі жан дүниесінде алабөтен толқынысты бастан кешкен кемпір, вагонның жоғары төсегіндегі қаннен қаперсіз ұйқы құшағындағы жасамыс әйелге көз салды да өз ойымен өзі болып кетті. Қаланың ескі бөлігімен кетіп бара жатып, татар үйлерді көрсе, көңілі қараптан қарап алабұртып кететіні бар. Ол үй кімнің үйі болды екен, қандай адамдар тұрды екен, тағдырлары не болды екен деген ойлар шырмайды. 2 қабатты етіп салынған, терезелері қақпақты, сондай татар үйлердің бірінде қалған, өзінің балалық шағы туралы үзік-үзік суреттерді қайра еске түсірудің өзі кейде ұйқысын қашырса, кейде жанын жылатады. Кемпір тағы да ойға шомып кетті. Ескі үйдегі естелік. Анам туралы көп ештеңе есіме түсіре алмаймын. Шашымды тарап өріп беретіні, ән салатыны, даусы керемет әдемі екені ғана есімде қалыпты. Соған қарағанда анамнан тым жас қалған болуым керек. Ал әкем шешесіз жетім қалған 3 баласын асырау үшін ауыр жұмыс істеп, қараңғы түскенде аяғын әрең сүйретіп, сілесі қатып шаршап оралатын. Осы күні шешемді баладан қайтыс болған сияқты көрем. Өйткені кіп-кішкентай шақалақ сіңлімнің сүт сұрап қолдаяққа тұрмай, шыңғырып жылайтыны көз алдымда қалып қойыпты. Ондайда әкем бейшара не істерге білмей, жан тері шығып, шырылдаған баланы сарала жаялығымен қойынына тығып алып, дәкеге нанды езіп, қоймалжың бұламықты сәбидің аузына салатын. Бірақ ол ана сүтіне қайдан жетсін? Кейде біздің бөпемізбен шамалас сәбиі бар көрші әйел келіп емізіп кететін. Ана сүтін құныға сорған сәби сәлден соң қара терге түсіп, беті албырап ұйықтап кетеді. Бірақ сәбиді рақатқа бөлейтін мұндай сәт көп бола бермейді. Сөйтіп әкемнің әзірлеген бұламығын талғажау етіп, кішкентай сәби өсіп жатты. Өзі әлжуаз, кіп-кішкентай еді. Кіп-кішкентай болса да сезімтал сәби жаулық тартқан әйел адамды көрсе, көзі күліп, уілдеп қоя беретін. Көңілденіп, еңбектеп алдынан шығады. Кейде бір шаруасымен не отты қалу үшін көрші әйелдер келсе, солардың алдына барып, үмітке толы көздерін қадап, жәудіреген күйі ұзақ қарап тұрар еді. Бірде үйге әкемнен қарыз сұрап қарсыдағы көрші әйел кіргенде, кішкентай сәбидің қалай қуанғанын көрсеңіз. Оның алдына келіп күліп, сәби қылықтарымен өзіне қаратып жатыр. 2 көзі омырауда. Ол әйел балаға онша назар аудармастан шығып кеткенде, манағы өзін бауырын алып, еміземе деп үміттеніп күтіп тұрған сәби жерге етбетінен түсіп, бақырып жылап жатты. Бұл көрініске куә болудың қандай қиын екенін мен есеймей жатып түсіндім. Әкем күн ұзақ жұмыста. Кішкентай балаға қарау менің мойнымда. Мен ол кезде 6-7 жасар баламын. Соңымнан еріп, мен не істесем соны қайталайтын інішегім бар. Оның да 3-4 жасар кезі болса керек. Әйтеуір екеуміздің біресе нанға, біресе әкем әкеліп берген қоңыр бәтіңкеге таласып қала беретініміз есімде.
Ескі 2 қабатты үйдің 2-ші қабатындамыз. Ойын десе есім кететін. Оның үстіне көрші балалар да қызықтырып қоймайды. Зайнап, біз бүгін кешегіден де күшті ойын ойнаймыз. Зайнап, бізбен бірге жүрсеңші. Кешегі тығылмақта сенің болмай қалғаныңды қараш. Сен де бір пәле болдың дегенді қабағыммен білдіріп, сіңлімді тезірек ұйықтап қалсыншы деп, одан сайын үстінен қаққыштаймын. Оның ұйқысы келмейді. Терезеден қарасам, балалар 3 топқа бөлініп жаңа ойын бастап кеткен екен. Бөпемді ала-мала көтеріп, қиқа-жиқа жасалған ағаш баспалдақпен түсе берем дегенде, аяғым тайып кетіп, екеуміз бірдей домалай жөнелдік. Сәбидің бір жері қатты ауырып кетті екен, бастапқыда демала алмай қалғанын көрдім. Сонда да өз басымды ойлап үлгеріп жатырмын. Кешке әкем келгенде ұрыспаса екен. Әлде бала менің соңымнан еремдеп, баспалдақтан өзі құлап кетті деп айтсам бекен деген өзімді ақтамақ болған өзімшіл ойлар кимелейді. Біздің дыбысымызға келген көршілер беті басы қанап, шырылдап жылаған сәбиді жұбатып, менің үсті басымды қаққылап тұрғызды. Кеште әкем болған жайды көршілерден естіп маған біраз ұрысты. Сыпырғыштың жылынып қалған талымен ұрған болды. Соның өзіне ауырттың деп байбалам салып жатырмын. Даусымның ащылығы сондай, сырт көз мені біреу шырылдатып, зәбір көрсетіп жатыр екен деп ойлар еді. Інім мені аяған көздеріне жас толып, бұрыштан сығалайды. Қолына таяқ алып ұрам десе, қолынан қағатын кім бар? Бірақ қайран әкем ондайға бармайды. Даусын көтеріп, өзінше қаталдық көрсетіп, тәртіпке салмақ болады. Сонда да қаттырақ ұрсуға батылы бармай тұрғанын сезем. Жоғалған бала. Бізде ескі аспалы бесік болатын. Бірде сол бесікке сіңлімді жатқыздым да тербетіп, ұйықтадау дегенде сыртқа беттедім. Есіл дертім есік алдындағы балаларға қосылу. Ол кезде оң солын әлі танып үлгермеген мен үшін жер бетіндегі ең керемет нәрсе ойын болып көрінетін. Ойынның қызығымен қалай кеш түсіп, қас қарайғанын байқамаппын. Тіпті үйде кішкентай бала бары да есімнен тарс шығып кетіпті. Әкем жұмыстан келген шығар ендігі дегенді ойлауым мұң, жүрегім зу ете түсті. Сүріне қабына жетсем, қолына пілте шам ұстап алған әкем қара көлеңкеде қарманып әлдене іздеп жүр. Үй іші тым-тырыс. Әкем кішкентайды іздеп жүр екен. Бала қайда? Бесікте ұйықтап жатқан, деймін аң-таң болып. Айнала қараймыз. Үшті-күйлі жоқ. Көршілерге жүгірдік, ешкім көрмеген. Біреу алып кетті ме деуге бейсауат ешкім келмеген болып шықты. Әкемде еш жоқ, өңі қашып кеткен. Екі кештің арасында у-шу болдық. Енді қайтеміз дегенде бір бұрыштан деген дыбыс шыққандай болды. Жақындап барып тыңдасақ, бірдеңе қыбырлайтын сияқты. Пештің түкпір жағында отын жинайтын қуыс болушы еді. Ол жер күндіздің өзінде қараңғы болып тұратын. Қалай солай тасталған томарлар мен жаңқалардың арасынан сәбиін тауып алған әкем, әлде қуанғаны, әлде көңіл күйі солай болды ма, жас балаша еңкілдеп, еңіреп жылап жіберді. Ол баланың не аспалы бесіктен ұшып кетіп, отынның бетіне түскенін, не болмаса, есі жоқ неменің жалғыз қалғаннан қорқып, сол жерге өзі барғаны белгісіз. Бет аузы ағаштың қатты-қатты қабығымен бұталарынан әбден жарақаттаныпты. Әсіресе білектеріне ағаш шырпылары аямай кірген. Әкем әлгі жаңқалардың әр қайсысын түйреуішпен қыл суырғандай етіп алған сайын, байғұс бала безек қағып, жан даусы шығады. Осы оқиғадан кейін әкем мынадай тоқтамға келді. Мына баланы балалар үйіне тапсыру керек, Зайнап. Мен болсам жұмыстамын, ал сен баланы мүлдем қарамайсың. Саған ойыннан басқа ештеңе керек жоқ. Өстіп жүріп екеуміз мұны өлтіріп алып, обалына қалармыз. Әкемнің бұлай деуі қаталдық емес, керісінше амал іздегені еді. Сөйтіп, әкем сіңлімді балалар үйіне өткізді. Біз бастапқыда сәбиге барып, жағдайын біліп тұрдық. Бірақ арада уақыт өткенде одан көз жазып қалдық. Тұлдыр жетім. Бұл соғыс жылдар еді. Біз жоқшылық дегеннің тап не екенін онша түсінбеуші едік. Өйткені ол кезде дүние мүліктің, киімнің жаңа не ескілігі туралы ойламайтынбыз. Әйтеуір іліп алар киім болса, соған ырзамыз. Бізді қинайтыны
тамақтың тапшылығы болатын. Інім менен нан сұрай беретін. Ондайда әкем тауып әкелген ұнды суға шылап беретінмін. Кейде нан да табылатын. Қоңыр көздері ұшқын атып, кекілі желбіреп, құлдыраңдап жүгіріп жүретін інім бір күні жата беретінді шығарды. Күн ұзаққа тыным көрмейтін ойын баласының жатқан орнынан тұрмай қалуы мені де есейтіп жібергендей. Бір күні ол менен нан да сұрамады. Көзін де ашпады. Әкем ауыр жұмыста жүріп, әбден арып, қатты жүдеп, ақыры ол күні төсек тартып жатып қалды. Қатты арықтаған адамның ішкі құрылысы терінің сыртынан да көрініп тұратынын мен сол кезде өз көзіммен көрдім. Бір күні әкем орнынан мүлдем тұрмай қалды деп көрші әйелге бардым. Ол маған, әкең бір орнынан қозғалмай қалмасын, екінші жағына аударып салсаңшы деді. Үйіме қайтып келіп, әкемді орнынан қозғамақ болдым. Егер орнынан қозғасам, одан әкеме бір жеңілдік болатын сияқты. 8 жастар шамасындағы кішкентай қызбын. Бар күшіммен әкемді аударып жатқызбаққа әрекеттендім. Осы жатқан жатысында қу сүйегі қалып, әруаққа ұқсап жатса да, әкемді қозғауға шамам келер емес. Борша-боршам шығып, әкемнің денесін орнынан қозғаған кезде, жүрегім тас төбеме шықты. Әкемнің арқасы қатты қанталап кетіпті. Ырсиған қабырғаларынан терісі дәкедей жұқарып, қара қошқылданып, қорқынышты көрінеді. Көп ұзамай мен жалғыз арқа сүйерімнен айырылдым. Бұл қазаға менен өзге қайғырған адамды байқамадым. Соғыстың, ауыр тұрмыстың, аштықтың адамдарды қалай өзгертетінін сол кезде көрдім. Балалар үйінде тұлдыр жетім қалдым. Әкем өлгеннен кейін мені іздеген адам болмады. Біз қалада тұратынбыз. Вокзал жаққа барып, өзім секілді жетім, қараусыз балаларға қосылдым. Жазда әйтеуір күн жылы, әупірімдеп болса да күн көруге болады. Басты уайым тамақ тапсаң болды. Жарты бөлік нан үшін шарт-пашырт төбелесіп, таласып қалатын кездеріміз де аз емес. Күз түссе, жылы жер іздей бастайды екенсің. Депода от жағылатын бір құжыра болушы еді. Күндіз ол жерге жақындау мүмкін емес. Ондағы жұмысшылар жақындатпайды. Ал кеште қараңғыны пайдаланып, әлгі жерді паналаймыз. Жетім бала үшін күні бойғы талғажау етер тамақ іздеп, арасында ойнап, әбден сілесі қатар шақта, ыстық тамаққа тойып алып, жылы жерде ұйықтаудан асқан бақыт бар ма? Әбден қараңғы түсіп, көз байлануын күтіп жүрміз. Депоның айналасы тынышталдау дегенде, жетімнің жұмағындай жылы қуысқа қарай жақындаймыз. Бірде сол қуысқа кіріп алып, жылы жерде маужырап, рахаттанып ұйықтап жатыр едім, бірдеңе арр еткендей болды. Аяғымнан тістелеп сүйреп ала жөнелді. Мен не болғанын түсініп болар емеспін. Көзімді ашпастан жылы орныма еңбектеймін. Қатты шаршағаным сондай, тек жылы орныма жатсам, ұйықтасам деймін. Әлгі ырылдаған бәле қайтадан аяғыма жармасқанда, қатты шошынып, атып тұрдым. Бетінде қорасандағы бар ер адам саусағын изеп, бері кел деген белгі берді. Бұл жетім балаларды итпен іздеп жүрген милиция екен. Сөйтіп мені және өзім секілді қаңғыбас балаларды жинап, Свердловскідегі балалар үйіне әкелді. 2 қабатты терезелері көп үлкен үйде мен құралпы балалар жетерлік екен. Өзім секілді балаларға қосылып кеттім. Мен үшін ең керемет, қызық қуаныш болғаны, жасым 10-ға келгенде партаға отырып, оқушы атандым. Сабаққа зерек болдым. Оқуды да, жазуды да тез меңгердім. Басыма бантик тағып, хорғаға атсып, ән айтқанды жаным сүйетін. Соғыс басталғаны туралы хабарды алғаш естігенімде осы кез. Соғыстың не екенін онша түсінбесек те, әйтеуір бір жаманшылық, қиыншылық екенін түсінеміз. Менің жаңа атанам. Халил деген кісі әйелмен бірге балалар үйінде жұмыс істейтін. Сол кісінің әйелі мені өзінше жақсы көріп, бауырына тартып жүретінін байқайтын едім. Менің фамилиям Мұхтарова болатын. Ол кісінің де фамилиясы Мұхтаров екенін кейін білдім. Бір күні әлгі адам балалар үйінің директорымен келісіп, мені үйіне алып кетті. Сен енді біздің қызымыз боласың, Зайнап. Жалпақ бет әйел жұмсақ алақанмен басымнан сипады. Менің жүрегім қаттырақ соғып кеткенін сездім. Бұл қуаныш па,
әлде белгісіздік алдындағы қобалжу ма? Белгісіз. Біздің басқа баламыз жоқ. Енді сен бізге бала боласың, деді нығарлап Халил аға. Мен келген үйдің тұрмысы жақсы екені алыстан байқалатын. Үйдің төбесі екі еңісті, шатыржалды және шатырында шағын терезесі бар, еңселі қақпасы анадайдан көрінетін. Қазақтардың үй жайынан ерекшелігі, татарлар үй салуға мән берген ғой. Үй бөліктерден әк үй немесе кунак бөлмәсі және қара үй, ас үйден тұрады. Қара бөлігінде орыс пеші салынып, оған су жылытатын және тамақ әзірлейтін қазан орнатылған. Алғашқы уақытта өзіме шапшақ, жаңа әрі әдемі киімдерге, маған деп арнап сатып алынған дәптерлер мен қаламұштарға қатты қуанып жүрдім. Балалар үйінде тозған, не өзінен үлкен балалардан қалған киім киіп жүрген бала үшін шілтерлі қызыл көйлек, әдемі қызыл етік кию ерекше бақыт көрінді. Ішіп жемде мол, соғыстың ызғары бұл үйден сезілмейтін. Күн ара ыстық тамақ жасалатын. Дастарханда нам мол, оған жағылатын майда табылатын. Көп ұзамай мен жаңа атанам тапсырған жаңа міндеттеріме кірістім. Таңертең үйдегі екі сиырды табынға қосам, бұзау қараймын. 2 шақырым жерден білегім талып, су тасимын. Қора тазалау, ауладағы бақшаны қарау, ауланы сыпырып қою. Мен күнделікті сабағыма әрең үлгеретін болдым. Оңашада өзім үйреніп қалған балалар үйіне қайтып барсам деп ойлайым. Бір-біріміздің бетімізге көмір, не сия жағып, шашымыздан жұлқып қалып, қаша жөнелетін достарым дәл қазір не істеп жатыр екен деп ойлап жатып ұйықтаймын. Интернаттың тамағы да бұл үйдікінен тәттірек секілді ма? Ондағы у-ду өмірден артық қызық жоқтай көріне берді. Қашып шығу. Осылай күндер өте берді. Бір күні шаруамды жайғап жүріп, басыма бір ой келді. Үйде ешкім жоқ болатын. Жүгіре басып балалар үйіне келіп жеттім. Келсем, көп баланы сыртқа шығарып, тізіп тұрғызып қойыпты. Түсінгенім, басқа қалада балалар үйі ашылып, балалардың жартысын сонда аударайын деп жатыр екен. Іздегенге сұраған. Мен қуанып кеттім. Бұл маған құтқару амалы болып көрінді. Шеттеу жерге таяп келдім де, бойы өзім шамалас бір қызға киімімді көрсеттім. Киіміңді ауыстырасың ба? Қыз менің киімімнен көз алмай қарап тұрды. Қызығып ақ тұр, бірақ ауыстыруға батылы жетпей тұр. Осылай бере салам, тек тездетіп ауыстырайық дедім. Екеуміз оңаша жерге барып, құнжыңдап киім ауыстырып жатырмыз. Үстімдегі Халил ағайдың әйелі сатып әперген мақпалдан тігілген жаңа пальтомды, басымдағы әдемі, қалың, гүлді орамал, аяғымдағы қызыл етік, үш жағымнан киген бантикті, жаңа көйлекті қызға шешіп беріп, балалар үйінің қара қоңыр матадан тігілген өңсіз киімдерін киіп алдым. Жұқалау болса да, жылуы мол секілді көрінді ме, әйтеуір көңіліме ыстық. Балаларды фамилиямен тағы бір тізімдеп болғанда, мен де олардың араларына қосылып кеттім. Арасында өзім танитын балалар бар екен. Дуылдасып солармен қосылып пойызға отырдық. Бізді Қазақстанның Семей деген жеріне әкелген екен. Келгеннен кейін фамилия бойынша тексеріп, тізімдеп қабылдап алып жатты. Ең соңында мен қалдым. Тізімді қарайды. Мұхтарова деген фамилия жоқ. Тағы бір тізімді қарайды. Онда да жоқ. Сол кезде дәуде болса, балалар үйін басқаратын осы шығар деп, қолынан жараланған ақ шашты ағайға барып, жалына бастадым. Ағатай, мен осында қалайынша, мен де сол балалар үйінде болғам, мені асырап алған еді, бірақ мен қашып кеттім. Енді қайта барғым келмейді, ағай, қалайынша. Сабағым да жақсы, тәртібім де дұрыс, ән де салам, қорға қатыстым, деп жатырмын. Сол кезде, олай болмайды, тізімде жоқсың десе жүрегім қарсы айырылатындай. Тек олай дей көрмесе екен, қалдыра көрсе екен, өзім жылап жатырмын. Маған таңырқай қарап қалған ол кісі, жақсы дегенде шын қуандым. Балалар үйі менің үйім секілді. Ал ондағы балалар туыстарым секілді көрінді. Ол жерде жамандық көрмейтініме сендім және солай болды да. Жалғыз өкініш. Соғыс кезінде маман жетіспейтін. 7-ші класты бітіргенде бастауышқа мұғалім етіп жіберді. Осылайша мен
үлкен өмірге жолдама алдым. Алдымен педучилищеде оқыдым. Артынан Алматыға барып, қыздар педагогикалық институтына түсіп, оны қызыл дипломмен бітірдім. Беделді жоғарғы оқу орнында ұстаздық еттім. Жақсы адамға жолықтым. Ғалым еді. Өмір бойы сыйласып өттік. 2 баланың анасы атандым. Қазір немереден шөбере сүйіп отырмын. Бұлайша айтқанда, мен енді жетім емеспін. Бір ғана өкінішім, бала шағымда балалар үйіне тапсырып, көз жазып қалған сіңлімді онда-мұнда хат жазып іздесем де таппадым. Көз алдымдағы сәби бейнесі де жылдар өткен сайын көмескіленіп барады. Сіңлімнің дүниеге келген уақыты соғыстың алдындағы жылдар еді. Менің өзім бала едім, суретке де түспеппіз. Соның бәрі өкініш. Бір үміт қана әлі күнге үзілмей келеді. Үзілсе мен мұны өмірден көшкен күні ғана үзілетін шығар. Енді сіңлімді соңғы рет іздеймін. Кім білет, туған топыраққа келуімде соңғы шығар.